Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі жазатын диктантымыз «Менің күшігім» деп аталады. Алдымен оқып шығамын мәтінді, мұқият тыңдаймыз. Одан кейін жазуды бастайтын боламыз. Менің күшігім. Менің күшігім бар. Өзі сүп сүйкімді, әрі пысық. Күшігімнің аты Ақтөс. Айтқаныңды екі етпейді. Қозыларды да сол бағады. Үйді де күзетеді. Есік алдына бөтен мал келе қалса, қуып жібереді. Менің сондай күшігім болғанына өте қуанамын. 33 сөз болды балалар. Мен енді бастаймын, мұқият тыңдаймыз. Менің күшігім. Бірінші сөйлем. Менің күшігім бар. Менің күшігім бар. Өзі сүп сүйкімді, әрі пысық. Өзі сүп сүйкімді, әрі пысық. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Күшігімнің аты Ақтөс. Күшігімнің аты Ақтөс. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Айтқаныңды екі етпейді. Айтқаныңды екі етпейді. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Қозыларды да сол бағады. Қозыларды да сол бағады. Қозыларды да сол бағады. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Үйді де күзетеді. Үйді де күзетеді. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Есік алдына бөтен мал келе қалса, қуып жібереді. Есік алдына бөтен мал келе қалса, қуып жібереді. Тексереміз. Есік алдына бөтен мал келе қалса, қуып жібереді. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Менің сондай күшігім болғанына өте қуанамын.
менің сондай күшігім болғанына өте қуанамын. Диктантымыз аяқталды. 33 сөз. Жаңа мен оқыған кезде, тексеру кезінде қайтадан тыңдап, мұқият тыңдап, қай жерде қандай тыныс белгісі болуы мүмкін екенін байқаңдар. Және қателеріңді тексеріп, қатемен жұмыс жасауды ұмытпаңдар. Сол кезде ғана біз диктантымызды дұрыс жазып үйренетін боламыз. Бүгінге жазатын диктантымыз осы, балалар. Сау болыңдар.